Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номері 3-ші сабағымызды бастаймыз. Бір саны және цифры. Бір саны және цифрмен танысасың. Бірінші есеп, суретке қара. Қай заттар бір-бірден екенін айт. Мысалы, мына жерде бір-бірден бейнеленген заттар деп жаздық. Олар үстел шамы, одан кейін терезе, орындық бар, сағат, кілем, жастық. Бұлардың барлығы да бір-бірден бейнеленген. Одан кейін глобусты көріп тұрмыз мына жерде. Робот бар оның қасында. Фотосурет, отбасылық фотосурет және компьютер. Және басқа да мысалы заттар болса жазып қоюыңызға болады. Суреттегі әртүрлі заттардың санын анықта. Олардың санын карточкалардан көрсет дейді. Мысалы бізде үш қорап бар. Бір, екі, үш. Үш қорап бар. Мысалы мына жерде үш қорап бар. Соны деген мысалы үш санды көрсетеміз да. Мысалы деген жаңағы суреттерді қарайтын болсақ, мына жерде отбасылық сурет бар, мына жерде табиғаттың суреті бар. Ол бізде екеу болады. Екі деген санап қоюға болады. Одан кейін мысалы кітаптар санауымызға болады. Қанша кітап бар? Мына жердегі мысалы глобус ол біреу, глобус біреу, орындық біреу болды. Тағы да мысалы гүл бар мына жерде гүл. Гүл екеу мысалы. Осылай басқа заттарды табуымызға болады. Екіншісі, қай заттар бір-бірден бейнеленген? Сырымға оқу құралдарын жинауға көмектес. Бір-бірден бейнеленген заттар олар сурет салуға арналған альбом, сызғыш, кетіргіш, қарындаш, қаламсауыт және кітап. Үшінші, әр затты сана және олардың санын салыстыр. Бізде қарындаш 3 дана, біреу, екеу, үшеу жазып қойдық. Қалам үшеу, біреу, екеу, үшеу. Кетіргіш 4-еу, біреу, екеу, үшеу, 4-еу. Қайшы екеу, біреу, екеу. Ұштағыш біреу, екеу. Одан кейін қылқалам біреу бізде және қаламсауыт біреу. Енді солай салыстыратын болсақ, мысалы, кетіргіш пен қарындаш салыстырайық. 4 артық 3-тен. Мысалы, қайшы мен кетіргіш салыстыратын болсақ, 2 кем 4-тен. Қылқалам мен қаламсауыт салыстырайық, олар бір-бірден, бір-біріне тең болады. Осымен, құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.